وأن يسمع النداء فلا يشهد مثل ما يشهد المؤذن. Жана не кылды? Азан шақырылды. Осы азан шақырылып жатқан кезде, егерде адам сол азаншы не деді, соны қайталамайтын болса, онда ол адам не оңбады дейді. Қараңыздар. Сол себептен де мынау азан шақырылған кезде біз не істеп отыруымыз керек? Артынан қайталап отыруымыз керек. Аллаху акбар, ішіңізден Аллаху акбар. Хайя ала ссала деді ма? Ла хаула ва ла қуввата илля билля. Бұл азанның жалпы артынан қайталау, егерде кімде-кім осы азан шақырылып жатқан кезде шын жүрегімен қайталайтын болса, Алла Тағала жәннатты беріп қояды оған. Жай ғана осы азанды сіз шын жүрегіңізбен айтқаныңыз үшін де. Төртінші адам. وَأَنْ أُذْكِرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلَّ عَلَيْهِ дейді. Менің атым айтылған кезде маған салауат айтпаған адам дейді. Ол адам не? Оңбайды. Берекет болмайды ол адамда. Сол себептен де мынау көбінесе құптаннан кейін не істейміз? Қол алысып, ортаға тұрып, дұға жасаймыз ғой. Сол кезде үлкен кісілердің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атын айтқанын естисіздер. Сол кезде Мұхаммед деді ма, болды саллаллаху алейхи вассалам. Осыны әдетке айналдырып алыңыздар. Түсінікті? Әдетке айналдырып алу керек осы нәрсені. Осы төрт адам егерде осындай жағдайда бола беретін болса, онда ол адамда берекет болмайды дейді. Келесі. Бұл Анас ибн Маликтен жеткен екен. Анас ибн Маликтен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Кімде-кім маған бір рет салауат айтатын болса, Алла Тағала оған 10 салауат айтады дейді. Және де одан 10 қателігін жоқ қылып жібереді дейді. Енді қараңыздар, біздің тақырып не болды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат болды ғой. Енді қараңыздар. Жалпы психологияда мозговой штурм деген нәрсе болады. Мозговой штурм. Ана информация көп болған кезде, басқа сыймай кетеді ғой. Және де бір информация болады да, бір информация естисіз. Сол тыңдағаныңыз алдындағы барлығын жоқ қылып жібереді да, сіздің ойыңызда сол ғана қалады екен. Сол мозговой штурм деген сол. Сол информацияға байланысты. Енді қараңыздар. Егерде сен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуды басқа ғибадаттарға қарағанда абзал екенін білгің келсе, мына бір аятқа қара дейді. Аллаху субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады. Расында Алла Тағала және де оның періштелері пайғамбарымызға салауат айтады дейді. Ей иман еткендер, пайғамбарға салауат айтыңдар дейді. Енді бұл жерде қандай мағына шығады? Ең бірінші кезекте Алла Тағала мысалға мынау намазды бұйырды ғой бізге. Намазды бұйырды, бірақ та Алла Тағала намаз оқиды ма өзі? Жоқ. Енді мынаны қараңыздар, бұл аятта не шығады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтудың абзалдылығы осы аятта белгілі болады. Ең бірінші Алла Тағала өзінің айтуымен дейді, қараңыздар. Инналлаха деді. Алла Тағала өзі салауат айтып тұр ең бірінші кезекте. Ва малаикатуху деді. Және де оның періштелері айтты. Одан кейін барып бізге әмір етті. Ей иман еткендер, пайғамбардың есімі аталған кезде сендер салауат айтыңдар деді. Демек, осы аяттан біз түсінетініміз, мынау ғибадаттың ішіндегі абзалы болып табылатын не екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат екен. Қараңыздар. Бұл көптеген хадистер келеді. Тілге жеңіл, мизамға ауыр деген хадистер келеді. Кейбіреулер оны айтады, ла хаула ва ла қуввата илля билля деген сөз дейді. Кейбір ғұламалар айтады, субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде Алла Тағала Құран-ы Кәрімде көрсетіп тұр ғой.
ешқандай бір күмән жоқ кітапта көрсетіп тұр ғой. Демек, мынау зікірдің ішіндегі ең абзалы болып тұрған сол ғибадаттың бұл пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға салауат екен. Қараңыздар. Енді мынау салауаттың неше түрлері болады. Тіпті ғұламалар мынау салауатқа байланысты мынандай кітаптар жазған екен. Үлкен том кітаптар жазған. Ішін толған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар. Бұлай деп айтсаң болады, оны басқаша қылып айтсаң болады деген секілді салауаттың түрлері ғой. Соның ішіндегі мынау кейбір ғұламалар бұлай деп салауат айтсаң болады дейді. Аллахым, мен пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға салауат айттым, сен өзің салауат айтқандай, және де сенің періштелерің салауат айтқандай, мен де дәл солайынан салауат айттым деуге болады дейді ғұламалар. Басқа ғұламалар айтады. Аллахым, Мұхаммадқа салауат қыла көр дейді. Мұхаммадқа салауат болсын дейді. Және де үмми болған елшіңе салауат болсын дейді. Және де оның отбасына салауат болсын дейді. Осындай бір салауаттың түрлері бар. Ең қысқа салауат ол не екен? Саллаллаху алейхи уассалам деген. Оның орташасы Аллахумма салли аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад деген. Енді бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп сұрақ қояды. Я Расулаллах, біз қалай саған салауат айтамыз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен. Аллахумма салли аля Мұхаммадин кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің тікелей шыққан, аузынан шыққан салауаты. Сол себептен де біз намазда осы салауатты қолданамыз. Нұрсұлтан ұстаздың уағызын тыңдадыңыздар ма? Неге біз осы намазда неге салауатты айтамыз, неге Ибрахим алейхиссаламды қосамыз дегенді тыңдадыңыздар ма? Машалла. Онда оны айтпай қойын. Сол осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауатты ешқашан ұмытпаңыздар, құрметті бауырлар. Осы пайғамбарымызға салауат айтумен ең бірінші кезекте біз өзіміз үшін екен да ол. Өзіміз үшін, біздің ақыретіміз үшін, және де оған ерінбеуіміз керек. Күніне 100 ауыр болып бара жатыр ма? Жақсы, сен 10-нан баста. Жаймен. Одан кейін барып оны 20-ға көтер. Одан кейін барып оны 30-ға көтер. Жаймен салауаттың санын көтере бер. Бірақ та ол ешқашанда тоқтап қалмасын. Өйткені Алла тағаланың құзырында ең құнды болып саналатын амал қандай? Әдуамуха. Ол үзілмей жалғасып тұрған дейді. Сол себептен Алла тағала біздің баршаларымызды иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға лайықты үммет етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның есімі аталған кезде оған біз ғапылдық танытпай пайғамбарымызға салауат айтуды нәсіп етсін иншалла. Амин. Аллахумма инна наузу бика мин илми ла янфа ва мин қалби ла яхша ва мин нафси ла ташба ва мин даъвати ла юстажабу лаха. Алхамдулиллахи раббил